мүмкін сәттілік серік болсын баршаңызға. Енді ең бірінші біздер кішкене зейінімізді шоғырландыру, я болмаса мазасыздық күйде тұратын болсақ, оны позитивке ауыстыру мақсатында қазір арифметикалық әрекеттер деген жаттығуды орындаймыз. Бірден 10-ға дейін сан, қазір менің жаңағы сол жағынан бастайсыз да, кез келген бірден 10-ға дейінгі санды атайсыз. Сосын екінші адам жаңа плюс немесе минус математикалық амалын қолданасыз, қайсысын қойсаңыз да өзіңіз білесіз. Үшінші адам бірден енді қойғанына байланысты бір санды бірден 10-ға дейінгі санды атайсыз. Төртінші адам жаңа шыққан нәтижені айтасыз. Қайтадан басталады. Сіз бір санды айтасыз, сіз математикалық амалды айтасыз, сіз оның нәтижесін айтасыз, сіз тағы да оған жаңа қосу я азайтқышты айтасыз, сіз нәтижені айтасыз. Түсінікті ғой? Сіз түсіндіңіз ба? Түсіндік та? Түсінсек, онда бастайық. Әріптес сәттілік. Бір. Қосу. Үш. Тең төрт. Үш. Қосу. 8. Тең болады 11. 10. Азайту. 9. Тең болады 1. 10. Азайту. 2. Тең болады 8. Жарайсыздар. Ешкім қобалжып тұрмағаны білініп тұр да, ешкім шатасып қалған жоқ. Барлығы дұрыс жаңағыдай айтып шықты. Шынымен де шынайы психологтар дәл осылай болу керек еді. Жарайсыздар дегім